Енді түлектердің ұбт тапсыруға екі мүмкіндігі бар. Бұл грантқа түсемін дегендерге керемет мүмкіндік. Жаңашылдық туралы білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетов мәлімдеді. Анығын айтайық. Инстаграмда грантқа түсу үшін ұбт тапсыруға 2 рет мүмкіндік беруді сұрап, мені белгілеген бірнеше жазбаны көрдім дейді министр. Шешім қабылдағанда мектеп оқушыларының мүддесіне басымдық берілген. Сондықтан бұл жолы талапкерлердің пайдасына шешім қабылданып, ұбт тапсыруға және грантқа түсуге 2 мүмкіндік жасалды. Бұл эмоционалдық жүктеме мен стрессті азайтады делінген үндеуде. Сонымен қатар Аймағамбетов ұбт электронды форматқа көшіріліп, мүмкіндігінше әділ болатынын айтты. Орнатылған камералар, бақылау жүйесі және хабар тарату сізді уайымдатпауы керек. Бұл шара әділ нәтиже алу үшін қажет. ұбт жылына 1 емес 4 рет өткізіледі. Бұл біздің қызметкерлердің күш-жүгерін талап етсе де, сіздің уайымдарыңызды азайтатынын және бірден университеттерге түсуге бірнеше мүмкіндік беретінін білеміз деп қосты ол. Министрдің айтуынша, ерекше қажеттіліктері бар балалар үшін де арнайы жағдай жасалған. Биылдан бастап оларға тапсырмаларды орындауға қосымша 40 минут уақыт берілді. Ыңғайлы болу үшін калькуляторларды пайдалануға рұқсат еттік. Биылғы жылы ұбт ұпайлары туралы ғана емес, әр пән бойынша нәтижелердің тақырыптық талдауын аласыз. Бұл сіздің әлсіз жақтарыңызды талдауға және біліміңізді жетілдіруге мүмкіндік береді. Мемлекет басшысының қолдауының арқасында қазір грант алуға мүмкіндіктеріңіз көп. Биыл тағы 15 000 грант бөлініп, шәкіртақы мөлшері 15%-ға өсті деді білім және ғылым министрі.